Ассалаумағалейкум ағайын. Мен сіздерге осы жазбандағы оқу деп айтайын деп тұрмын. Себебі қазір өздеріңіз білесіздер, мына тестке байланысты бір мәлімет. Қазір сайт өзгеріп кетті. Бұрынғы сайтпен бұрын кірген адамдар кіре береді, бірақ жаңа сайтпен кіруді қиындатып тастады. Оған себеп менің ойымша енді жаңағы бұрынғы тестті бір адам алады да, бірақ бірнеше адам көре беретін. Ең бастысы ол өзінің жаңағы телефонын өшіріп қойып, жаңағы аккаунттан шығып кетіп, екінші адам басқа телефон кіріп бола беретін еді. Қазір оғанда қатты қадағалап жатыр, сондықтан қазір кішкене қиындау ұстап қойды. Ол бір жағынан дұрыс шығар, өйткені әр адам өзіне тест алады да өзінше дайындалады. Ол жерде шек жоқ, 3 айға дейін қанша рет қарасаңыз да қарай бересіз. Бұл енді бірінші мәселе. Осыған байланысты айтайын дегенім, тест сатып алып барлығымыз көбінесе солай істейміз ғой, тест алып, жаттап алып, емтихан тапсырайық дейік. Менде енді практикада кездесіп жатыр адамдар, тест алдым, жаттадым дейді да, бірақ енді ережені білмеймін дейді. Енді ауылды жерде тұрам дейді, бұл жерде абайлап машинаны жүргізем, бірақ енді қалаға баруға қорқам дейді. Енді сіз машина болғаннан кейін әрине қалаға барасыз, бармай тұрмайсыз. Үлкен трассаға шығасыз, сол жерлерде өте үлкен қате жіберетін жүргізушілердің себептері бар, өте көп. Негіз айта берсек, негізгі себептер бар, ол 9 себебі. Соны білмегендіктен апатқа түсіп жатады көлік жүргізушілері. Енді ол жерде айтсақ көп нәрсе бар да, ол қандай қате жіберген, сол қателерді жібермеу үшін сіздерді маған келіп оқуларыңызды сұраймын. Оқу деген онлайн, себебі қазір өмірдің бар онлайн ғой, онлайн болып кетті. Онлайн көпшілік айтады, мен олай түсінбеймін дейді. Түсінесіз, себебі мен сізбен жеке дара. Сіз және мен екеуміз ғана отырып, сол жерде әңгіме айтып отырып, сабақ өтеміз. Сіздің сұрағыңыз, көкейде тұрған сұрақтарыңыз болса қоясыз, мен жауап беремін. Көп адамдар енді сұрайды, ой, осын көптен бері түсінбей жүредім дейді. Соны мен сізге түсіндіріп беремін. Және бұл жалпы жол қозғалысы ережесі бар, негізгі қағидалар бар да, ең негізі жолда керек. Соны сіздерге үйретемін, және көлікті қалай қауіпсіз жүргізу. Тайып кеткен кезде не істеу керек? Балшыққа кіріп кеткенде не істеу керек деген сияқты. Тағы басқа, капотты ашқан кезде ашып түк түсінбей ішін көріп тұрсақ, әрине оның жол автомобильдің ішкі құрылысын біз өтпейміз, ол керек емес оны. Ол үшін жаңағы мамандар бар ғой, көлік жөндейтін. Сізге негізі енді жолда қалып қалмау үшін деген сияқты ғой енді. Сондай нәрселерді, және ең бастысы өте жолды қалай қадағалау. Бір термин бар, мен басында қайта сіздерге айтам, жаңағы шектелген көрініс. Осы проблема елдің бәрінің басында бар. Егер сіздің алдыңызда бір көрініс шектеліп тұрса, онда аяқты газды емес, тормозда ұстау керек. Әрі қашан шектеулі көрініс болған кезде машинаны тоқтатуға дайындау керек. Көп адамдар соны мән бермейді, соған пешеходный переходтарда адам басып кетіп жатыр. Жақында да 1-2 жағдай болды, енді өте аянышты, әрине, кішкентай балалар 1-ші класстың 2 қызыл машина соғып отыр. Енді жанында анасы да бар, анасы да ережені білмейді. Немесе Алматы облысы Бұрындай қаласында анасы баласын мектептен күтіп тұр, өтпейтін жерден баласы жүгіріп өтеді. Оған кім кінәлі, оған да анасы кінәлі деген сияқты. Сондай мәселелердің бәрі болмау үшін сіздерді осы дұрыс біліп, өйткені ол сізге ғана керек, басқа адамға керек емес ол. Мына жолда жүрген гаишниктерге де керек емес, басқа жүргізушілерге де, сіздің көршіңізге де керек емес. Ол тек сізге керек. Сондықтан менің курсыма жазылыңыз. Ол ұзақ емес, және адамның өмірі менің курсымнан миллион есе қымбат. Солай ғой, сондықтан курсыма жазылсаңыз, сіз ол жерде тек қана кейбіреулер ойлауы мүмкін, кітаптағы жазылған. Жоқ, мен кітаптағыны айтпаймын. Кітапты өзіңіз оқып аласыз. Кітапта ол ереже. Бұлай істеуге болады, бұлай істеуге болмайды деп. Ал мен сол не үшін болмайтынын айтамын да сізге. Не үшін? Өйткені оны көп адамдар, яғни оны мен сипаттаймын, ол жазылған нәрсе. Және біздің жол жүйесінде енді қателер де кетіп қалған кездер бар. Мына біздің тесттерде де қателер бар, оны көріп жатқан шығарсыздар. Сол қателер ол енді адамның жазғаны болғаннан кетіп қалады. Бірақ сондай қателіктерді рульде жасамау керек та. Сондықтан келіңіздер, мен сіздерді жақсылап тұрып жүргізуші болуға дайындаймын. Сау болып тұрыңыздар.